Жалғыз қалудың ең бірінші себебі ол менмендік қой. Бізде адамдар жалғыздық сезімді сезінуге қорқады. Егер оны сезінсе, мәңгі жалғыз қалып қоятындай қауіпті сезімді сезінеді. Тіпті ассоциация бар. Жалғыздық тек қана Құдайға жарасады деген. Қараңызшы, адамды жаратқанда Құдай жалғыздық сезімді қоса жаратты ғой. Демек ол адамның қажеттілігі. Егер адам жалғыздық сезімнен қашса, одан бас тартса сезінуді да, демек ол өзіне қарама қайшы, яғни ол өзін жаратқан Құдайдың да сезіміне қарама қайшы болып тұр ғой. Адамның ішкі тірегінің қалыптасуы үшін, өзге адамдармен қарым-қатынас құру үшін ол өзін тану маңызды, яғни өзінің менімен танысу. Ал ол жалғыздық сезімді сезінген кезде, қабылдаған кезде, сол кезде ғана ол өзін тани алады. Көп адамдар тастанды сезім, жалғыздықты сезінеді. Осылай қаншама адамдар депрессияға ұшырап жатыр. Не үшін? Өйткені ол адамдар өзінің жалғыздық сезімімен кездесіп үйренбеген. Жалғыздық сезімде өзімен өзі танысып үйренбеген. Яғни тастанды сезімді сезінген кезде қандай іс-әрекет жасайтыны, қандай ой ойлайтыны білмейді. Өйткені ол өзінің жалғыздығынан бас тартып қашып жүр. А егер де адам жалғыздықты танысып, қабылдап үйренсе, мысалға тастанды сезімді сезінген кезде өзінің қандай іс-әрекет жасайтынына стратегиясы болар еді. Міне осы нәрселер болмағандықтан адам бірден тревога, стресс, депрессияға кетеді. Ой, мені тастап кетті. Осы жерден адамда тәуелдік қарым-қатынас қалыптасады. Егер адам жалғыздық сезіммен танысып үйренсе, онда адам тәуелдік қарым-қатынастан аман болады. Сіз қандай сезіммен танысуды таңдар едіңіз? Сізбен бірге болған мен, қазақ тілді психолог Айғаным.